Сәлем достар, сіздермен Назгүл. YouTube каналыма қош келдіңіз. Бүгін 5 минутта кружкада дайындалатын алмадан бәлішпен бөлісетін боламын. Таңғы асқа немесе үзіліске дайындасаңыздар болады. Өте керемет болып шығады. Каналыма тіркеліп, лайк басып, пікір қалдыруды ұмытпаңыз. Бір алманы алып, ортасын тазалап, бөлшектерге бөліп тураймыз. Бөлек ыдысқа айран, бір жұмыртқа, қант, ұн қопсытқыш, ұнды қосып, барлығын жақсылап араластырамыз. Жақсылап араластырып болғаннан кейін ішіне алманы бөлік-бөлік болып салып, жақсылап араластырамыз. Алманы салып, жақсылап барлығын араластырғаннан кейін кружканы алып, ішін майлаймыз. Кружканы майлап болғаннан кейін ішіне алма қосылған сұйықтықты салып, кружкамызды микротолқынды пешке салып 5 минутта пісіріп шығамыз. Осындай болып көтерілуі қажет. Оны тарелкеге аударып, ортасынан пышақпен кесіп бөліп жесеңіздер болады. Дәмі өте керемет болып шықты. Егер де тәттілігін көбейтемін, тәттісін жақсы көремін десеңіз, үстінен ерітілген шоколад немесе бал құйып жесеңіздер болады. Достар, менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Лайк және пікір күтемін сіздерден. Рахмет достар.